Сәлем болашақ грантиегері, бүгін біз универ аралайық рубрикасының кезекті шығарылымын түсіру үшін арнайы Алматы қаласына келіп отырмыз. Бүгінгі біздің рубрикамызда Мұхамеджан Тынышбаев атындағы LT University. Кеттік. Бүгінгі біздің шығарылымызды түсіруге Адина көмектеседі. Адина, өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Қайырлы күн барлықтарыңызға. LT университетіне қош келдіңіздер. Менің есімім Адина. Мен қазір осы LT университетінде 4-ші курс логистика мамандығында оқимын. Онымен қоса қазіргі таңда мен сату бөлімінің басшысы болып келемін, руководитель. Сол ендіше бірінші біз өзіміздің коворкинг зонамыздан бастасақ, студенттеріміздің ең сүйікті, жақсы көретін жерінің бірі. Давайте кеттік. Рахмет. Бізде коворкинг зона, яғни зоналармен бөлінген. Қазір енді сол жақ бетке қарайтын болсақ, бұл жерде бізде түрлі спикерлар келіп, балалардың релакс зонасы десем де болады. Өздері еркін, емін-еркін сабақтан кейін осы жерде демалады. Осы жерде демалады? Иә. Одан бөлек бұл жерде байқағандай кітаптар да бар, кітап алып оқимын дейтіндер болса, сабаққа дайындаламын деген секілді. Одан бөлек енді оң жақ шетінде қазір бізде енді сессия уақыты болғандықтан студенттеріміз өте көп. Барлығы енді сессияға дайындалып жатыр, тесттерін тапсырып деген секілді реферат жаңағындай дайындап отыр. Бұл коворкинг зонамызда бізде, яғни Windows поддерживать етіледі, одан бөлек Mac. Бізде сол жақта Apple лабораториясы бар. Бірге кірсек болады. Технологиялық университет болғандықтан енді бізде IT саласына да өте қатты көңіл бөлінеді. Яғни мысалы логистикада оқып, не болмаса маркетингта оқып, одан бөлек IT-ді сіздер тегін біздің университетте оқи аласыздар. Сондықтан енді студенттер келіп, программированиялары жасауларына болады, өздерінің қалаулары. Одан бөлек енді жоғарыда қазір тағы да айтып кетемін, IT саласына көп көңіл бөлініп жатқан жайында. Одан бөлек бизнес саласына да көңіл бөлініп жатыр. Классно. Осын несіне сайтқа кірген кезде, IELTS сайтында международные партнеры деп жазылып тұрды. Ішінде Apple деген кезде, бұл қалай сонда деп сөйтіп таңғалған болатынмын. Бұл бізде енді қыркүйек айынан бастап жұмыс жасап жатыр. Жұмыс жасайды? Жұмыс жасайды. Студенттер келіп, жаңағыдай парольдарын жазып, кіріп жұмыс жасайларына болады. Енді менің өзімде осы жерде студент болғандықтан, мен де сессияларға дәл осылай дайындаламын. Сессиялар бізде барлығы онлайн, прокторинг арқылы жүргізіледі. Сондықтан бұл жерде енді қанша балға лайықтысың, сонша балыңды аласың. Күшті екен. Apple компаниясының жаңа бүкіл техникасы орналасқан осы жерде. Одан бөлек, тағы да айтып кетейін, бізде LT ол үлкен корпорация болып келеді. Яғни бізде бір университет, одан бөлек Қазақстанның 5 қаласында 6 колледжіміз қарастырылған. Оның біреуі педагогика саласында, қалған 5-еуі техникалық бағытта. Келесі зона ол бізде Project Space деп аталынады. Яғни студенттер бізде бұл жаққа келіп, бағана айтқандай IT саласында программирование үйренсе болады. Одан бөлек бізде 15-тен аса клубтарымыз бар. Оған да студенттік өмір жайлы айтқан кезде тоқталып кететін боламын. Ал қазір бұл жаққа келсек, бізде ALT деген полочкаларымыз бар. Осы жерде буккроссинг. Яғни мысалы мен өзімнің кітабымды алып келіп, өзімен тағы да бір кітап алып кетсем болады. Кез келген кітапты алуға болады. Кез келген кітапты алуға болады. Барлығында енді түрлі, мысалы біреу психологияға қызығады, біреу логистикаға қызығады, біреу маркетингқа қызығады деген секілді. Күшті. Бұл жерде де студенттеріміз активно сессияға дайындалып жатыр. Буккроссингтан бөлек бізде онлайн кітапхана қарастырылған. Яғни бұл жерде бұрында бізде кітапхана болған. Жөндеу жұмыстарынан кейін біз коворкингқа ауыстырдық. Ал енді онлайн кітапхана жайлы айтып кететін болсам, бізде alt.edu.kz сайтымыз бар. Сол сайтқа студенттер кіреді, оларға арнайы мамандарымыз логин парольдерін дайындап қояды. Яғни институттары бойынша. Жалпы айтып кетсем, бізде 3 институт қарастырылған: логистика және бизнес, энергетика және де құрылыс. Логистика және бизнес бір факультетте жүреді, да, получается? Иә, получается бізде логистика және бизнес факультетінің ішінде институт деп айтамыз. Ішінде бізде маркетинг, менеджмент, логистика және де кадастр мамандықтары қарастырылған. Күшті. Сіздерге онлайн библиотеканы көрсетіп кетейін. Жаңа айтқандай, бізде қазіргі таңда кітапхана нулевой этажға ауысты. Енді кітаптардың барлығын қалай алуға болады деген сұрақ туындайды бұл жерде. Получается, бізде мынандай арнайы лифт қарастырылған. Кітаптардың барлығын осылай нулевой этажға жібереді, полностью астынан еденмен жүріп өтіп, жаңағыдай кітап сізге қолыңызға келеді. Күшті. Ал мына жерде бірінші курстарға арналған математика, мәдениеттану деген секілді кітаптарымыз қарастырылған. Осы жерден келіп студенттер алуларына болады. Мамандық бойынша ғана емес, кажется, барлық бизнес литература, художественный жаңағы
көркем әдебиет, барлық литература бар ішінде. Иә, енді қазіргі таңда студенттердің барлығы тек қана мамандығымен ғана тоқталып қалмайды, барлығы қосымша білім де алғысы келеді. Сондықтан кімге маркетинг қызықты, кімге менеджмент, кімге психология, жаңа айтып кеткендей. Сондықтан өз қалауларына байланысты. Классно. Кеттік. Біздің онлайн кітапханамыз осылай, сайтқа кірдік, одан кейін iUniversity батырмасын басып, электронды кітапханаға кіреміз. Бұл жерде әр институт бойынша логин парольдары көрсетілген, бірінші курста барлығына беріледі. Одан кейін мына жақта электронный каталог көрсетілген, запростарын жазады студенттер, мысалы логистика, одан кейін найти. Осы жерде бүкіл авторлар көрсетіледі, және де кітаптардың аттары деген секілді. Күшті. Осындай бізде онлайн кітапхана. Одан бөлек келіп жаңағындай кітаптың өзін алуға да болады. Бұны обязательно осы компьютермен жасайды ма, әлде үйден де отырып? Ол үйден де отырып кіре береді. Яғни сайтқа просто интернет болса болды. Классно, күшті. Қазір біз екінші қабатқа көтеріліп жатырмыз. Екінші қабат бізде жөндеу жұмыстары аяқталды. Бізде полностью лабораторияларға арналған қабат болып есептелінеді. Бұл жерде бізде барлық мамандықтар орналасқан. Қазір бізді күтіп алып жатқан ол біздің ALT Dog. Барлық көрмелердің жұлдызы деп айтсам болады. Инстаграмда да өте көп көрермендеріміз жақсы көреді. Яғни ALT Dogқа сәлем жолдай ала ма? Сіздерге сәлем жолдай алады. Получается, бұл Қазақстан бойынша біздің университетте ғана қарастырылған. Яғни полностью про версиясы сатып алынды. Бұл жақта студенттер бағана айтқандай кодировать ете алады. Қазіргі таңда бұл итіміз қоқыстарды сортировать етіп үйренген. Яғни арнайы программаларды қойса болады, және де оның қолы бар, яғни рука. Сол мусорды өзі алып лақтырады деген секілді. Күшті екен, күшті. Студенттер, получается, өздері бұны жаңағы программировать етіп? Екінші курс студенттері бізде бастады программированияны. Бізде бірінші курстан бастап барлық мамандықтарға IT компетенциясы қосылған. Күшті. Және де осы жақтан қарайтын болсақ, бізде рендерлар көрсетілген, ALT университетінің жөндеу жұмыстары біткеннен кейін қалай болады деген секілді. Конференция залдарымыз бізде бітті. Қазір сіздерге арнайы көрсетемін. Релакс зона және де актовый залымыз бізде жөндеу жұмысында. Енді мамыр айының соңында осы выпуск шыққанға дейін бітеді деп ойлаймын. Келесі ол бізде аудиторияларымыз, ол да бітті. Нулевой этажда. Кейінгі осы екінші қабат. Қазір де толықтай көрсетемін. Одан бөлек, бұл біздің бірінші входной группамыз. Тоже ремонттары бітті. Және де коворкинг зона, коворкингна ремонттары бітті. Күшті. Получается, қалған жаңағы ремонт жүргізіліп жатқан жерлер қазіргі біздің түлектеріміз осы жаққа түскенге дейін дайын болады, иә? Қабылдау комиссиясына дейін бізде актовый зал және бірінші қабат дайын болады. Қабылдау комиссиясы бізде қазірден бастап жұмыс жасайды, ал официальное открытие десем, ол бізде 20 маусымнан. Күшті екен. Енді келесі сіздерге лабораторияларға жеке обзор көрсетсем, яғни екінші қабат барлық мамандықтарға арналған лабораториялар бар. Тағы да айта кететіні, біздің университетте, яғни корпус біреу, кей университеттерде мысалы адрестар әртүрлі мекен-жайлары деген секілді, ал бізде барлығы бір жерде орналасқан, 8 қабат 5 корпустан тұрады. Байқаған боларсыздар, бізде қазіргі екінші қабатымыз бізде көк түсті, яғни көк түсті лабораториялар базасы деп айтсам болады. Сонда түс бойынша зоналарға бөлінген, университет? Иә, қазір біз сары зонаға барамыз, одан кейін оранжевый деген секілді, яғни студенттерге оңай болуы үшін. Қазір енді біздің хит болып жатқан лабораторияларымыздың бірі, ол бізде машиностроение мамандығына арналған. Қазір бірге инженерлеріміз қалай дайындалатынын көрсек болады. Келесі біздің лаборатория Қазақстан бойынша ең алғашқы университеттердің қатарында. Университеттің ішіне біз көлікті кіргізген болатынбыз. Бұл көлік бізде BYD компаниясыныкі, яғни полуэлектромобиль, гибридный получается, да? Сонда бұл жерде студенттер қандай дайындық жүргізеді? Студенттер енді полностью көліктің құрылысын үйренетін болады. Одан бөлек бізде бұл жақта барлық құралғылармен қамтамасыз етілген, 3D принтері бар деген секілді, тормозная система барлығын осы жақтан көретін болады. Университет прям до мелочей барлығына дайындалды десем болады. Себебі бұл жерде жаңағыдай ключтарына дейін барлығы көрсетілген. Мұғалімдері практикадан осы жақтан көрсетеді. Одан бөлек қазіргі таңда біздің студенттеріміз Астана Моторс компаниясына жұмысқа орналасу үстінде, ол кісілермен біз меморандум жасасу үстіндеміз. Себебі қазіргі таңда білетінде 2025 жыл Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың айтуымен жұмысшы мамандықтар жылы болып
қойылған болатын. Күшті. Сондықтан осы жылы біз акцентті жұмысшы мамандықтарына берген болатынбыз. Я еще оқушылар осы жерде қараңыздар, біздің көрермендер. Бізде көлік министрлігінің хабарламасы бойынша нақты қазіргі сәттің өзінде 14 мыңнан астам сала бойынша қызметкерлер дефицитта екен. Яғни сіздер қазір мысалы осы логистика мамандығынан шықсаңыздар, көлік қызметтері саласының мысалы маманы болып шықсаңыздар, сіздер жұмысты кез келген жағдайда таба аласыздар. Ол министерствода болсын, жаңағы нелерде болсын, логистикалық компанияларда болсын, қазір бізге Адина толықтай соның барлығын түсіндіріп береді. Сіздерге енді логистика көбісіне қызық деп ойлаймын, сондықтан көлік қызметтері, оның ішіне логистикаға жеке тоқталып кететін боламыз. Ал машина ашылады? Я сіз отырып көрсеңіз болады ішіне. Давайте крик. Контент болсын. Ух ты! Күшті музыка қойып қойыңыздар фоновый. Ух ты, смотрите. Және де қазір біз көлікті көтере аламыз, оны да көрсетсек болады сіз шыққаннан кейін. Ух ты, да, конечно. Please confirm the piston time. Ничего себе. Яғни осылай көліктің астына кіріп, жаңағыдай барлығын өз көздерімен көрулеріне болады. Күшті. Көбісіне енді қазіргі таңда практика қажет қой. Сондықтан осы жерден бірден практикаға үйренеді. Күшті. Қазақстан бойынша бірде-бір университетте жоқ, иә? Иә, Қазақстан бойынша ең алғашқы болып осы біздің университетте қарастырылған. Ух ты, робот арттан қалмайды. Иә. ILT Doc дейді. Келесі енді бізде жаңа айтып кеткендей технологиялық вуз болғандықтан заманауи технологияға көп көңіл бөліп жатырмыз. Бұл лаборатория бізде энергетика лабораториясы. Яғни бұл жерде университеттің екінші қабатында бізде солнечный панели орналасқан. Университеттің үстінде, получается. Иә, қазір кадрлар осы жерде болады. Осы жерден басқарып отыруына болады. Яғни бұл біздің студенттеріміздің және профессорымыздың жаңағы жұмысы. Получается, сол панельдің арқасында полностью осы екінші корпус жарықпен қамтамасыз етіле алады. Келесі бізде технопарк, яғни студенттеріміздің жаңа научный жұмыстарын осы жерден жасауларына болады. Университет барлығын қолдайды. Келесі ол бізде ALT-мен, біздің гуманоид роботымыз болып келеді. Осы жерде де программировать етуге болады. Одан бөлек бізде енді кадастр мамандығына қызықты болар. География, математика комбинациясы. Яғни дрондарымыз полностью жерді жаңында есептей алады, суретке түсіре алады деген секілді. Студенттер бұны еще практикада қолданады, иә? Практикада қолданылады, жаңағыдай пультпен ұшырып деген секілді. Күшті. Одан кейін енді осындай студенттерімізге арналған практикасына, бұл көбіне машиностроение инженерлерге арналған. Күшті екен, күшті. Өте технологичный университет екен. Иә. Егер де студенттердің жаңағындай білімге құштарлығы болып, жаңадан ашылулар жасағысы келсе, біз әрдайым қолдаймыз. Сондықтан келсеңіздер болады. Одан кейін енді фонтанчик әрбір қабатта бізде орналасқан, яғни студенттер өздері суларын құйып алуларына болады. Мына жерге қойса су өзі. Күшті екен. Күшті. Келесі бізде лабораторно-техническая база, бізде архитектура, яғни панельдеріміз қарастырылған. Сол панельдерді сіздерге көрсетсем, ол да Қазақстан бойынша біздің университетте ғана қарастырылған. Яғни студенттеріміз қағаздарын алып жүріп қажет емес. Бұл бізде екі панель, яғни бір уақытта 80 касанияға дейін жасауға болады. Одан бөлек толықтай 3D модельдерді, рендерді жақсы жасай алады. Сондықтан бұл архитектура, кадастр землеустройства мамандықтарына өте күшті инструмент былайша айтқан кезде. Бір емес, бізде екі панель орналасқан. Сіздерде ғана бар, да? Иә, біздің университетте ғана қарастырылған. Күшті екен, күшті. Бұл автокад получается, да? Студенттер келіп, осы жерде кәдімгідей? Иә, бағана айтып кеткенде студенттеріміз бірінші курстан бастап бізде автокад, Python, SolidWorks деген секілді программалармен жұмыс жасауларын бастайды. Осы жерде енді практика жүзінде олар да қолданады. Мен өзім де қазіргі таңда 4-ші курспын, 3-ші курстан бастап автокадты өткен болатынмын. Да, сізде логистикада тоже. Иә. Себебі жаңағындай сызбаларды, станцияларды сызуға өте ыңғайлы программа. Күшті екен. Келесі лаборатория бізде робототехника, автоматизацияға арналған. Қазір сіздерге Кука компаниясының роботын көрсететін боламыз. Студенттер осы жерде программаларды үйренеді. Бізде екі робот қарастырылған. Қазір бізде арнайы маман барлығын толықтай түсіндіріп айтып беретін болады. Сәлеметсіз бе? Бұл біздің лаборатория, робототехника, механотроника, роботикс, механика инженерия аталады.
Бұл лаборатория машина жасау мамандық студенттеріне арналған және де автоматтандыру және жүйелік басқару мамандықтарына. Біз осы робот арқылы әртүрлі өндірістегі процестерді көрсете аламыз. Имитация жасап арқылы, станоктар арқылы осындай роботтар детальдары алып, содан кейін орын ауыстырып, бағдарлама арқылы жазып, имитация жасайды. Әртүрлі детальдар, мысалы өңдеу машина жасау өндірісте, автобустық әртүрлі детальдарды өңдеп, мысалы станокта өндірілген детальдарды робот алады да қимыл ауыстырады, орын ауыстырады, складқа апарады. Сондай әртүрлі өндірістегі процесстерді біз шынайы көрсетуге тырысамыз. Осындай зертханалық жұмыс арқылы практикалық жұмыс жасағанда. Мысалы студенттер өздері бағдарлама жазады әртүрлі процесстерді. Мысалы терезе, нәрселердің есіктерін жинайтындай процесска бар. Осындай тағы бір әртүрлі насадка арқылы осы кішкентай робот енді бұның жүк тасымалдау көрсеткіші 3-6 килограмм максималды көтере алады. Яғни арнайы пультпен басқарып отырады. Және де айтып кететіні, бізде Алматы қаласында Наурыз мейрамы тойланған. Осы кука роботтары бізде бауырсақ пісірген. Яғни түрлі программаларды қоюға болады. Бұл логистикада жаңа складтағы процесстерді дайындалуға болады деген секілді. Студенттер арқылы симуляциялық бағдарлама, ішінде осындай әртүрлі роботтар ячейкалар, ішінде ауыстырып, қай роботтың түрі, немесе детальдерін, координаторларын ауыстырып, мысалы 6 эстандық координаторлары бар, мысалы Y координат арқылы әртүрлі қимылдарын өздері бағдарлама жазып. Мысалы ол не үшін? Ол мысалы өздеріне безопасность жасау үшін, мысалы тек қана роботтың жанында егер ол процессті жасасақ, ол әртүрлі студент мысалы дұрыс емес бағдарлама жасау өздері қауіп төнуі мүмкін, сол себептен симуляциялық программа арқылы кей жолда кодты жазылады программа, содан кейін визуализация программа арқылы әр қимылы бағдарлама, содан кейін оны тестпен жасап көріп, содан кейін ғана оны практика түрде шынайы роботқа жазып, соны көшіреміз да, шынайы енді көреміз, дұрыс па бұл бағдарлама, дұрыс емес. Келесі лаборатория бізде кадастр және жерге орналастыру білім беру бағдарламасын таңдап жатқан абитуриенттерге өте қызықты болады. Біз Leica компаниясымен де меморандумға отырдық, сондықтан Leica компаниясының лабораториясын көрсек болады. Leica деген ол бізде кадастр саласындағы үздік компаниялардың бірі, да, получается? Бұл жерде енді студенттерге арналған барлық құрылғылар қарастырылған, тахометр деген секілді. Бірақ енді қазіргі таңда көп студенттеріміз құрылғыларды практика жүзінде Қазақстан темір жолына алып кеткен болатын. Практика сол жақта жүріп жатыр. Осы кезде тағы 1-2 ауыз сөз айтып кетсем, бізде студенттеріміз бірінші курстан бастап, яғни кәсіби практикаға барады. Түрлі компаниялармен серіктеспіз. Сондықтан бірінші курстан бастап өздерін маман ретінде көрулеріне болады. Одан бөлек бізде енді дуалды оқу қарастырылып жатыр, яғни оқып жатып жұмыс жасауға мүмкіндіктері бар студенттердің өз мамандықтары бойынша. Дуалды дегенде, получается, қос дипломды бағдарлама ма? Дуальное обучение ол бізде бөлек. Получается, мысалға, сіз Қазақстан темір жолында жұмыс жасайсыз, не болмаса басқа компанияда, бірақ университетте оқисыз. Яғни жұмыс жасайсыз және де оқисыз. Бірінші курстан бастап. Сіздерге арнайы график қойып береді, сол график бойынша келіп, жаңағыдай сабақтарыңызды тапсыратын боласыздар. Ал қос диплом бағдарламасы жайында мен сіздерге қазір Жинтонг лабораториясына барған кезде айтып кетсем. Күшті. Қай мамандықты оқисыз? Мен қазіргі таңда көліктік логистика мамандығын аяқтап жатырмын. Одан бөлек университетте бізде международная логистика, цифровая логистика, организация перевозок деген секілді мамандықтарымыз қарастырылған. Яғни бізде логистика бағыты өте күшті. Студенттердің көп таңдауы Қазақстан бойынша негізі осы біздің университетке түседі. Себебі білетіндей, біз 1931 жылы негізі қаланған ILT университетінің логистика саласына күшті көңіл бөлінеді. Яғни барлық профессорлық оқытушы құрам өте мықты, және де практика жүзінде студенттерге мүмкіндіктер өте көп. Расымен де бұрын КЗТК деп аталды бұл университет, жалпы Қазақстан тарихындағы бір ерекше орны бар университет деп білеміз өзімізде. Енді келесі бізде бұл аудитория класс, американский фильмдағыдай десем болады. Бұл жерге студенттер өздері отырып, жаңағыда лекцияларын тыңдайды, өздерінің сабақтарын жасайды деген секілді. Және бағанағы біздің әңгімемізге оралатын болсақ,
Осыған дейін КЗТК болдық, одан кейін Академия логистики и транспорта, және де осы 2024 жылдың сәуір айынан бастап біз университет мәртебесін алдық. Енді қазіргі таңда біз Мұхамеджан Тынышпаев атындағы ELTE университетіміз. Күшті. Өте Қазақстан тарихындағы негізі орны өте ерекше университет деп білеміз. Себебі барлық дерлік осы теміржолшылар, қазіргі кезде жұмыс жасап жатқан осы саланың майталмандары осы университеттен шыққан, және де осы кезінде Қазақстан территориясындағы біздің жеріміздегі осы кадрлар мәселесін шешу үшін, жол саласының мәселелерін шешу үшін осы университетті ашқан болатын, бізде. Сондықтан енді келесі біздің ең сүйікті лабораториямызға барсақ. Қазір енді студенттеріміз бізде сессия тапсырып жатыр, онлайн прокторинг арқылы. Оларға кедергі келтірмей қояйық, бірақ бұл лаборатория бізде Cisco компаниясымен бірге сотрудничествода. Келесі енді көретіндей болсақ, Huawei академиясы десем болады, тоже лаборатория. Бұл жаққа да кірсек. Так, свет жағайық. Көргендей Huawei компаниясымен бірге совместно ашылған лабораториямыз. Күшті екен. Одан бөлек келесі лаборатория бізде Касперский лабораториясы болып келеді. Ішіне кіретін болсақ, енді әзірге толықтай жұмыстары біткен жоқ, бірақ енді примерно қарасаңыздар да болады. Яғни көргендей барлық аудиториялары бізде заманауи жаңағыдай компьютерлермен толық жабдықталған екен. Толық жабдықталған. Күшті. Барлығы бар екен. Дәл қазір біз, получается, көк или қандай зонадамыз? Қазір бізде тіке жүрсе қызыл зона, ал сол жақ бетте бізде оранжевый зона қалып қалды. Келесі енді бұл бізде Қытай мемлекетіндегі Урумчи деген университет бар. Урумчи университеті және де Алиэкспресстен кейін екінші орында тұрған Jingdong компаниясымен бірге қосылып ашқан лабораториямыз. Яғни бұл жерде студенттеріміз толықтай сабақтарын өтеді, компьютерный класс, одан бөлек практика жүзінде Қазақстан бойынша біздің университетте ғана қарастырылған лабораториямыз. Яғни студенттер барлық груздың қалай тасымалдау керек, қалай грузды сортировать етеміз, қалай складқа қоямыз деген секілді барлығын да мелочей осы жерден үйренеді. Бұл нақты логистика мамандығына арналған біздегі получается зертхана, иә? Және де бұл жерде бізде 2 робот қарастырылған. Яғни мына жақта получается мен түсінген бойынша біз кезінде тоже оқып жүрген кезде естігенбіз, осылай Қытай мемлекетінен гранттар ұйымдастырылып жатты. Осындай үлкен зертхананы ашу үшін сіздердің университеттеріңізде ғана бұндай нәрсе бар деп білемін, получается. Және де біз Қытаймен қазіргі таңда өте тесное сотрудничестводамыз. 2-3 күн бұрын ғана біздің акционерлеріміз Қытайдағы форумға қатысқан болатын. Форумның нәтижесінде конференцияның біздің университеттерімізде енді тағы да бір мастерская ашылады, Улбанк. Ол да Қытай компаниясымен бірге қосымша. Күшті. Бұл жерде қарасаңыздар, енді білетіндей даже тауарлар китайский екен. Тауарларына дейін барлығы прям мелочей, изюм жаңағындай барлығы қарастырылған. Күшті. Осы жерде студенттеріміз барлығын үйренеді. Одан бөлек жүкті қабылдап алу, яғни чектарын шығарады, бір-біріне жаңағындай заявка жібереді деген секілді. Осы жерден үйренеді. Осы біз мысалы қазір бар ғой, 11-ші сынып оқушылары бізде негізі сөздің ашығын айтқан кезде 10-шы және 11-ші сынып оқушылары логистика мамандығын дұрыс түсінбейді. Қазір мүмкін осы шығарылымды қарап жатқан кезде де мысалы тауарлар жайлы айтып жатыр, осы жерде чектар жайлы айтып жатыр, бұның логистикаға қандай қатысы бар деп сондай сұрақтар туындауы мүмкін. Енді сіз өзіңіз осы саланы қазір бітіріп жатқан түлек ретінде айтып кетсеңіз, жалпы немен айналысады, сіздің болашаққа өзіңіздің жоспарларыңыз? Енді қысқаша айтып кететін болсақ, жалпы логистика жүк тасымалдаумен айналысады. Яғни логист ол кейбірлер ойлап қалады, мен өзім жүкті тасып жүремін ба, мен грузчик боламын ба, газель айдайын деп ойлайды, бірақ оның барлығы жалған ақпарат. Яғни сіз логист болатын болсаңыз, әдемі кабинетіңізде, яғни груздардың А точкасынан Б точкасына дейін қалай жететінін барлығын бақылап отырасыз. Білетіндей қазіргі таңда барлық груздарда GPS навигаторлар орналасқан, сол программалар арқылы барлығын тексеріп отырады логисттар. Яғни жүктің А точкасынан Б точкасына дейін в целости сохранности жетуіне осы кісілер жауап береді. Яғни қасымызда жүрген барлық заттарымыз негізі логистика ғой, тіпті үстімізде тұрған футболканың өзі логистиканың арқасында бізге келіп отырады. Күшті. Так, бұл бізде роботтар, мына жерде получается? Роботтарымыз. Бізде әлі бұл лабораторияның ресми түрде ашылуы болған жоқ. Сіздер ең алғашқылардың бірі болып көріп жатырсыздар. Осы роботтарымызды келесі жолы келген кезде іске қосып бірге көрсек болады. Күшті. Одан бөлек мынақта вилочный погрузчик та орналасқан. Ух ты.
көрдіңіздер ма, нақты өзінің саласына болашақта осындай мамандықта жұмыс жасаймын деп айтатын адамдар толықтай погружение жасайды ғой, былайша айтқанда. Иә. Осы жоғарыда қарасаңыздар, міне ALT университеті, Джидон компаниясы және де Урумчи университеті. Күшті. Осы үш делегацияның бірігуімен жасалған студенттерімізге арналған лаборатория. Керемет екен. Бірде-бір университетте бұндай нәрсе жоқ енді. Осы салада өзім оқып шыққан түлек ретінде точно айта аламын. Бірде-бір университетте дәл осы ILT-дағыдай зертханалар жоқ. Толық зертханамен тек қана жаңағы складтың өзінде ғана емес, осындай аудиториясы бар екен, Яғни жүкті біз қалай упаковать етуіміз керек. Мына жерде енді бумагалары бар, пупырчатый, одан бөлек скотч, клей. Біз, яғни студенттер ештеңе сатып алмайды, барлығы осы жерде. Яғни егер опасный груз болса, егер осторожно стекло деген секілді толықтай наклейкалары бар. Яғни студенттер өздері накладнойлармен қабылдап алады барлығын. Яғни оқушылар, сіздер бұл жерде тек қана қарапайым логистика мамандығы емес, бұл жерде халықаралық логистика мамандығын оқытады. Сол себепті осындай басқа тілде жазылса да оны білген жөн. Жеке өзім тоже осы мамандықта оқыған кезде біз осындай нелерді, наклейкаларды, знактарды жаттаған болатынбыз. Енді ол тек қана біз кітаптан көретінбіз, ал қазіргі таңда өз көздерімен көріп, жабыстырып, барлығын на себе тексеретін болады студенттеріміз. Білетіндей көліктің 5 түрі бар, сол 5 түрімен қалай тасымалдау керек, ALT университеті барлығын үйрететін болады. Күшті екен. Әуе жолымен тасымалдауға болады, одан кейін мысалы аэропортта жұмыс жасайды деген секілді. Темір жол саласында көлікпен тасымалдау, құбырмен, сумен тасымалдау деген секілді. Бағана рендерларда көрсеткенде бізде нулевой этажный ремонты толықтай аяқталды. Студенттеріміз осы жерде аудиторияларда сабақтарын оқиды. Бұл бізде оранжевая зона. Бұл жақта толықтай класстар, жаңағы. Толықтай класстар. Лекция, практикалар осы жерде өтеді. Енді келесі біздің университетіміздің тағы да бір артықшылығы ол әскери кафедра. Әскери кафедрада біздің университеттің корпусында орналасқан, ешқайда барып жүрудің қажеті жоқ. Менде қызықты сұрақ бар. Біздің оқушылар жиі қояды осы сұрақты. Логистика мамандығында, мысалы, қыздарға арналған мамандық па, қыздар оқи алады ма деп сұрап жатады. Сіз осы мамандықта оқитын қыз бала ретінде өзіңіздің пікіріңізді айтып жіберсеңіз. Мен өзім алғашқы мамандығым шынында дизайнер одежды. Одан кейін мен колледжден кейін 5 пән бойынша БТ-да тапсырып, логистика мамандығына түстім. Ол бекерден бекер емес, себебі логистика қазіргі таңда сұранысқа өте ие мамандықтардың бірі, және де топта бізде қыз балалар өте көп. Так, мына жақта бізде әскери кафедра, қазір көрген боларсыздар біздің әскери кафедра студенттері. Получается, бізде здание военная кафедра осы жерде. Яғни студенттеріміз бізде 1 жыл оқып сержант шенін алуларына болады, 2 жыл оқып лейтенант шенін алады. Одан бөлек, бағана айтып кеткенде біздің әскери кафедрамызда ер балалардан бөлек қыз балалар да өте көп оқиды. Күшті. Әскери кафедра бізде негізінен сол көлік тасымалы бағытына арналған, ал қыздарымыздың көбінесі экономика бағытында оқиды. Бізде көбінесе бар ғой, осы оқушылар дұрыс түсінбей жатады. Әскери кафедра мысалы пайдасы не деген сияқты. Бірақ осы жерде оқушыларға тоже айтып өткен жөн деп ойлаймын. Мысалы оқушылар, егер сіздер әскери кафедраға түсетін болсаңыздар, сіздер 2 жыл университеттің осы несінде корпусында оқып жүріп, аптасына 1 күн барасыздар да, осындай офицерлік шенді алып шығасыздар. Егер сіздер білсеңіздер, кәдімгі армияға барып жүрген азаматтар 7 жыл, 5 жыл, 10 жыл уақытын арнап осы шеңдерге жетеді негізі. Егер де болашақта органыға жұмысқа кіретін болса, ол да өте күшті преимущество болып келеді. Яғни біздің әскери кафедрамызда гранттар да қарастырылған, яғни студенттер норматив тапсырады, медосмотр өтеді, одан кейін экзамен тапсырып, соңында әскери кафедрада білім алады. Енді келесі ол біздің, давайте ішке кіріп көрсетейік. Кіруге бола ма? Иә, болады әрине. Оны ағайлар өздері түсіндірсін. Яғни әскери кафедраның студенті автоматты шашып жинауды үйреніп жатыр. Осы жерде көрсеңіздер болады. Бұл жерде полный база қарастырылған, яғни автомат, пистолет деген секілді. Күшті. Мінекей, небәрі 20 секундтың ішінде шашып жинап шықты. Күшті.
бұл студенттеріміздің жаңағыдай шеберлігі десем болады. АЛТ әскери кафедрасы. Ең нашар жинайтын мал ғой деймін. Мықтылар міне тұр. Күшті. Күшті, рахмет ағайлар. Күшті, рахмет көп. Күшті екен. Қазір енді біз студенттердің дайындалатын плацты көрсетсек. Мына жақтан қазір сойқан алған шығар. Кеттік. Ол жақта танк па, КамАЗ ба? Мына айта беремін ғой. Күшті. Әскери дайындықтары күшті екен. Иә, енді бізде басым көпшілігі ер балалар болғандықтан әскери кафедраны барлығы қалап түседі, осы артықшылыққа қатты көңіл бөледі. Бірақ қыз балаларымызда бізде жылдан жылға көбейіп жатыр, себебі бізде менеджмент, маркетинг бағыттары қосылды. Иә, ертең мысалы студенттер осы жерде бітіргеннен кейін транспортный прокуратураға жұмысқа кіре алады. Кәдімгі прокуратураға, КМБ-ға кіре алады жұмысқа. Сіздің алдарыңызда қазір бізде 6 әскери жаңағы мамандық офицерлікке бағыттаған 3 сержанты. Соның бірі жаңа автомобильдерді қойылып пайдалану. Алдарыңызда тұрған Урал, КамАЗ және ЗИЛ автокөліктер. Бұлардың бәрі әскери қазіргі таңда қарулы күштер қатарында сақталуда, әрі де оны қолданыста, оны жөндеудің бәрін біздің қазіргі жігіттерге үйретудеміз. Күшті. Өзімізді саптық алаң, шағында болса да бұл жерге 200 адам тегін сияды. Емін еркін деген. Осы жерде присяга қабылдайды? Осы жерде ант қабылдайды. Бүкіл жағдай қарастырылған мен. Трибунаны. Саптық жүрістердің барлық ережелері бәрі сақталынған. Осылай, студенттеріміз әскери кафедрада білім ала алады. Жақсы, рахмет көп. Күшті екен. Әлде де бізде кеңінен қолданыстағы техникалар жеткізілген жоқ, өйткені мына 2 жыл болды ғой біз құрғанымызға. Қазір БМП келеді, жаңағы миномет бөлшектері қазір класста орнатылған. Болашақта олар уже полный жаңа составында, құрылымда, қолданыста қалай қарулы күштерде қолданыста тұр, солай алып келеміз де осыны үйретеміз. Рахмет. Жақсы, рахмет көп. Сау болыңыз. Рахмет. Сәттілік барлықтарыңызға. Осыған дейін университетімізде болған абитуриенттеріміз болса, білетіндей бұл жерде бұрын бізде релакс зона болатын, ар жақта бізде музей бар, яғни толықтай ЛТ университетінің өзінің жеке музейі. Қазір барлық жөндеу жұмыстарында, енді осы видео шыққанға дейін сіздерге готовый кадрларды жіберіп үлгереміз деп ойлаймын. Ремонт біткеннен кейін қарасаңыздар болады. Осы жерде енді бізде 2 қабатты кофейня болады, релакс зона және де біздің актовый зал. Келесі біздің енді актовый зал, жөндеу жұмыстары сәл-сәл бітейін деп жатыр. Бұл жерде бізде 550 адамға дейін сыйымдылық қарастырылған. Бұл жерде бізде Ерболат Досаев, көлік министрлігі барлығы жиналыстарын осы жерде жасаған болатын. Енді тек қана бұл жерде Қасым-Жомарт Кемелұлы қана қалды келмеген, ал басқа көлік саласындағы жалпы техникалық бағыттағы барлық әкім, министрларымыз келген. Осы жерде үлкен форумдар болады бізде логистикаға арналған. Сондықтан енді бірінші курс студенттеріне болашақ көрсеңіздер болады. Келесі біздің конференц-зал, бұл жерде біздің студенттеріміз, басшылық өздерінің жиналыстарын өткізеді. Бұл жерде бізге таңертең ғана Малайзиядан қонақтарымыз келген болатын, яғни біздің ЛТ университеті түрлі елдермен жақсы қарым-қатынаста. Одан бөлек енді сіздерге айтып кетсем, қос диплом бағдарламасы жаңа айтып кеткендей, бізде қазіргі таңда Қытаймен, Ресеймен және Европа қалаларымен, елдермен жаңа серіктестік бар. Келесі артықшылық, біздің университет студенттері Foundation тіл курстарын тегін меңгере алады, яғни өздерінің таңдаулары бойынша Қытай немесе ағылшын тілі. Яғни одан кейін бітіргеннен кейін қолдарына сертификат болады, одан бөлек Қытайға барып, не болмаса Европаға барып білім алуларына болады. Күшті. Яғни білетіндей, қазіргі таңда Алматы қаласында курстардың бағасы арзан емес, ал біздің университет тегін қарастырып беріп жатыр. Күшті. Өзі жалпы Қытай тілі логистика саласындағы өте маңызды нелер ғой. Маңызды тіл болып саналады. Сонда жаңа біз айтып отырмыз ғой, қос дипломды бағдарлама деп айттық, иә. Жаңағы exchange дейді ғой. Басқа мемлекетте, по обмену бір курста, мысалы, бір семестрға оқып келу деген сияқты. Студенттердің таңдау бойынша бір семестрге немесе бір оқу жылына толықтай барып келуге болады. Біздің программалар қазіргі таңда қос диплом, болашақ және де Erasmus+. Күшті. Қандай мемлекеттер ұшып алады? Жаңа айтып кеткендей, қазіргі таңда студенттеріміз бізде Ресейде Омск
қаласында білім алып жатыр. Одан кейін Қытайда Үрімчиде білім алып жатыр. Және де біздің профессорлық оқытушы құрамдарымыз болашақ бағдарламасымен қазіргі таңда Америкада білім алып жатыр. Күшті. Яғни ол біздің докторанттарымыз. Сенде логистика саласында докторантура бар да? Иә, бізде магистратура, бакалавриат және докторантура қарастырылған. Именно логистика саласында? Иә. Күшті. Себебі логистика саласында докторантура екінің бірінде жоқ. Мен нақты білетіндей, қателеспесем, жалпы логистика саласында Қазақстан бойынша бір 4 доктор ғана бар. Оның біреуі не екеуі кажется сіздерде жұмыс жасайды. Жалпы енді біз бұл университет жайлы жақсы білеміз ғой. Барлық университеттерде кез келген логистика мамандығын оқытатын университетте осы университеттің бұрынғы түлектері жұмыс жасайды негізі. Оқыту составы өте мықты. Состав өте мықты, профессорлық оқытушы құрам. Одан бөлек қазіргі таңда бізде бірінші курстан бастап практика мамандарды жұмысқа алып жатыр. Яғни практика жүзінде жұмыс жасайтын мамандар келіп, бағана айтып кеткендей AutoCAD, Python, SolidWorks-ті үйретеді. Менің өзіме жаңағыдай AutoCAD-ды солай үйреткен болатын. Яғни ол кісі маған бүйтіп айтатын, мен өзім сабақ беруден жақсы болмасам да, бірақ программаны шемішкеге шағам 100% білемін деп. Күшті да. Иә, практика өте маңызды. Ас бөлмесі дейді. Бұл бізде, яғни сотрудниктарымызға арналған ас бөлмесі. Осы жерде біздің мұғалімдеріміз демалады. Бұл жерде ремонттан өткен тоңазытқыштары бар деген секілді. Как уютно. Енді алдағы уақытта біздің қызметкерлерімізге де толықтай жағдайлар жасалынады. Қазіргі таңда енді көбісі студенттерге арнайы жасалынып жатыр, бірақ біздің қызметкерлерімізді ұмытпаймыз. Ендігіде біздің университетіміздегі студенттік өмір жайында сіздерге біздің үлкен үкіметтің мүшесі айтып кетсін. Қазіргі таңда университетімізде SG студенттік үкімет қарастырылған. Оның өзінің арнайы жаңағыдай президенті болады, зам президенті, одан бөлек хатшылары деген секілді. Енді өздеріңізбен отырып жеке әңгімелесеңіздер болады. Ал көрермендер, біздің қасымызда Жұлдызай. Жұлдызай бізде қазір студенттік үкіметтің мүшесі, студенттердің атынан. Қазір сізді өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Бәріңе сәлем. Мен студенттік үкімет мүшесінің имиджі мен мүліктерін қорғау мүшесімін. Жалпы СП туралы айта кететін болсақ, бұл өте интересный ұйым деп ойлаймын. Яғни бұл активистік, яғни студенттік өмірдің бір мүшесі, студенттік өмірдің бір бөлігі табылады. Бұл жерде өте қызықты, яғни кәдімгі студенттік өмірді көре аласыздар. Бізде мұнда СП-да көптеген ұйымдарды, ұйымдар емес, іс-шараларды ұйымдастырамыз. Яғни ол бізде Miss ALT, Студ Весна, Балмұздақ пати деген сияқты. Ол балмұздақ пати деген жаңағы не ғой, бірінші курс болып келгендерге ұйымдастырылады. Бірінші курстарға арналған посвящение, былайша айтқанда. Посвящение деген бізде бөлек посвящение бар. Балмұздақ пати деген де бар. Ол бізде прям высший уровеньда өтеді кәдімгідей. Артисттар шақырасыздар. Өздеріңіз ұйымдастырасыздар да? Өздеріміз ұйымдастырамыз бәрін. Осы жыл мысалы Асик келді деген сияқты. Көптеген барлық іс-шараға біздер максималды түрінде дайындаламыз. Чтобы было интересно, бәрі қызықты болу үшін сондай деген сияқты. Ал өзіңізге жалпы бос уақытыңыздың көпшілігін қарсы университетте өткізесіз, иә? Қаншалықты сізге студенттік өмір қызықты осы университетте? Қазіргі таңда маған прям қызықты деп айта аламын, потому что сабақтан тыс мен осы СП бар и және домбыраға қатысамын. Сондықтан интересно кәдімгідей. Уақыт барлығына жетеді, иә? Яғни сабақпен үлгересің. Сабақпен де үлгересің. СП-да жүріп, сабақпен қиындық тудырып жатса, көмектесе алады деген сияқты. Күшті. Всегда поддержка береді. Күшті. Сонда бірінші курстан келген кезде ол кез келген, мысалы, жаңағы бірінші курстың студенті өзі ұйым таңдайды, иә? Иә, ұйым таңдайды. Ал студенттік үкімет деген сол ұйымдардың біреуі болып саналады ма? Жоқ, соның қалай деуге болады? Үстінен қарайтын. Иә, содан арғарты клубтар тарайды. Бізде 13 клуб бар, мысалы. Домбыра клубы бар, стендап бар, вокал бар, театр клубтары бар. Көптеген спорт та бар бізде, мысалы. Осының бәріне студент өзінің қалағанына барып ұйымға кіре алады. Сондай.
клубтарға. А ол тегін еще, иә? Иә, тегін. Тегін кәдімгідей келіп осы жерде сіздерге домбыраны үйретеді, өздеріңіз үйренесіздер. Барлық домбыра мысалы беріледі осы универден. Және бізде жас гала деген бар. Жас галаға қатысқанда біздің LT бірнеше орындар алып келеді. Кәдімгідей Ол студенттік оркестр болады, сонда сіздерде? Бар, иә. Да, күшті. Жалпы өзіңіз енді осы жердегі студент ретінде қандай мамандықта оқисыз? Коммуникация және коммуникационный технология. Күшті. Екінші рет осы университетке түсер ме едіңіз? Иә. Точно? Иә. Өйткені мұнда деген барлығы басқа университеттерге қарағанда жақсырақ дамып келатыр. Осы студенттерге арналған барлығын студенттерге арнап жатыр да, яғни осы жаңа ремонттарды істеп жатыр. В общем, барлығы жақсы. Бізде негізгі көрермендеріміз ол біздің курсымыздың оқушылары. Біздің курсымыздың оқушыларына, яғни 11-ші сынып бітіретін түлектерге бір-екі өзіңіздің кеңесіңізді, не болмаса жаңағы жылы лебіздеріңіз бен тілектеріңізді айтсаңыз болады. Айтарым, 11-ші сыныптар ешқашан ентіден уайымдамаңдар. Прям құлап қалам, анау-мынау деп вообще не стоит бар ғой. Спокойно дайындалып өтсеңдер, өздерін өтесіңдер. И прям құладым десеңдер, онда өмірден тоқтап қалмайды, ары қарата жалғастыра беру керек. И IELTS-ға түсіңіздер. Иә, IELTS-ға түсіңдер. Күшті возможность. Енді бізді гео-онлайн оқушылары көретін болғандықтан сіздерге география математиканы неге ELT университетінде таңдау керек екендігі жайында айтып кетейін. Ең алдымен география математика бойынша біз 5 бағытта білім береміз, білім беру бағдарламаларымен. Оның ішінде бізде логистика, маркетинг, менеджмент, кадастр және де қаржы мамандықтары білім беру бағдарламалары қарастырылған. Оның ішінде енді ең сұранысқа иесі бізде B095 көлік қызметтері, оның ішіндегі логистика мамандықтары. Бізде логистика 5 бағыт бойынша білім береді, оның ішінде саладағы қызметтерді басқару, көректік логистика, цифрлық логистика, халықаралық логистика деген секілді. Бағана обзордан көрген боларсыздар, логистикаға біз өте көп көңіл бөліп жатырмыз. Қытайдағы біз ең ауқымды университеттермен меморандумға отырдық, сондықтан ELT университетіне келіп, сіздер логистиканың нағыз маманы атануларыңызға болады. Одан бөлек бірінші курстан бастап сіздер foundation оқисыздар, яғни Қытай тілін меңгересіздер, ағылшын тілін меңгересіздер. Одан кейін сіздер шетелде өздеріңіздің карьераларыңызды бастауларыңызға болады. Сіздерде ELT университеті күтетін болады. Қазір біз студенттер үйіне жолдамыз. Біздің университетте 4 студенттер үйі бар. Барлығы университеттен 5 минуттық қашықтықта. Яғни абитуриенттеріміз, яғни болашақ студенттеріміз жолға, таксиге ақшаларын құртпайды. Жатақханаларда 24/7 бейне бақылау, бильярдный залдары бар, спорт залдары бар деген секілді. Және де бізде жатақханада негізінде комнаталарда полностью санузел қарастырылған. Яғни бір қабатта бір санузел емес, яғни душевой кабина деген сияқты. Барлығында әрбір бөлмеде жеке бір душевойлары бар. Күшті. Келесі жыл студенттер бұйырса енді бітіруші түлектер осыны түсінеді. Қаншалықты маңызды нәрсе екендігін. Қазір біз небәрі 2 минуттың ішінде жетеміз. Бұл бізде номері 4-ші жатақханамыз. Одан бөлек 1, 2, 3 жанында орналасқан. Да, бүкіл студенттерге жетеді ғой, иә? Түскен кезде. Жаңа айтып кеткенде бізде 4 студенттер үйі бар, барлығына толықта жетеді. Бізде тіпті 4-ші, 3-ші курс студенттері де жатақханада тұрады. Да, күшті. Орын саны өте көп. Бұл бізде номері 4-ші студенттер үйі. Ішіне кіріп бірге көрейік. Рахмет. Қазір енді жатақхананың ішіндеміз. Толықтай сіздерге көрсететін боламын. Бұл жерде бізде зона регистрации. Одан бөлек толықтай жаңа айтқанда 24/7 бейне бақылау. Осы жерде студенттерді жаңағыдай бақылап қарап отырады. Еш уайымдамаса болады. Одан кейін Face ID-ларымен кіреді. Сосын осылай пропусктарын басып кірулеріне де болады. Енді қазір біз 108-ші бөлмеге кіріп көрейік. Бұл жерде бір секция, бір большой комната, және де бір малая комната болады. Жаңа айтып кеткенде, бұл жерде бізде большая комната, біздің студент қыздарымыз тұрып жатқан бөлмеге келдік. Получается, өздерінің шкафчиктары, төсектері, мини тумбочкалары және де столдар бар, сабақтарын оқуларына болады деген секілді. Одан кейін енді сіздерге келесі комнатаны көрсетсем. Келесі бұл бізде кіші бөлме, дәл осындай дизайнда жасалынған шкафчиктары, стульчиктары, жататын орындары деген. Екі төсек, иә? Сіздерде андай бар ма? Мысалы бар ғой, студент келеді, өзінің бір құрбысымен осы бірге түскен, екеуі бір бөлмеге мысалы не істейтіндей.
Иә, ондай жағдайларымыз өте көп бізде. Студенттеріміз бізде Платонс платформасы арқылы тіркеледі. Егер де бір бөлмені белгілейтін болса, осы жерге тұруларына болады. Күшті. Вот можно достарыңызбен бірге, құрбыларыңызбен бірге бір бөлмеде. Және де бірақ айтып кетейін, бұл жерде институт бойынша жатады негізінде. Егер бір институттан болсаңыздар, бұндай мүмкіндік қарастырылған. Әр жаңағыдай мамандықтар әр жатақханада тұр. Ну, геоматтар барлығы геоматтар болады. бір институтта. Күшті. Күшті кеттік. Бұл енді біздің жатақханамыздың базасындағы оқу залы болып келеді. 28 орын қарастырылған, яғни студенттер келіп, сабақтарын оқып, кітаптарын оқып, бір-бірлерімен жаңағыдай нетворкинг демала алады осы жерде. Осы жерде кітап оқиды. Бұл жерде, получается, студенттер осы жақта қонады, осы жақта жаңағы сабақтарын оқиды. Сағат нешеге дейін примерно? Бұл жерде студенттеріміз өз қалаулары бойынша 24-7 келіп дайындала берулеріне болады, әрдайым ашық осы жер. Күшті. Енді келесі, ол біздің студенттеріміздің тамақтанатын жеріне барсақ, біздің университет базасында асхана емес, дигермен қарастырылған. Университеттің ішінде дигермен? Иә, университеттің корпусында. Біздің университетте барлығы жап-жақын орналасқан, айта кеткендей, мына жерде студенттердің өзінің супермаркеті бар, кіріп, жаңағыдай сусындарын алуына болады. Бұл университеттің ішіндегі супермаркет? Иә, университеттің корпусында орналасқан. Одан кейін енді дигермен орналасқан. Студенттеріміз келіп, в любое время сабақтан бос уақыттарында тамақтанады. Және де шай ішкенді өте қатты жақсы көреді біздің студенттеріміз осы жерде. Осы жерде столовый ретінде, получается, жерде дигермен, иә? Иә. Яғни асхана емес, дигермен базасында. Күшті. Студенттерге арналған арнайы комболары бар, қазір ішінде көрсетеміз. О, так, мы такое любим. Енді бұл жерде бізде дигермен, жаңағыдай десерттерін алуларына болады студенттердің. Кез келген уақытта тамақтары дайын тұрады деген секілді. Сосын отырып, өздерінің группаластарымен спокойно тамақтарын ішеді. Примерно қанша теңге шығады обед ішкен? Шамамен 1000 теңгенің көлемінде шығады. Яғни студенттерге қолжетімді болып келеді. Студенческий комболары бар, түскі уақытта жұмыс жасайды, осылай. Жаңа студенческий комплекс деген осы ғой, иә? Осы жерде. 1000 теңгеге келеді. Тамақтарын таңдап алады. Толық тамақ ішеді. Первый, второй. Жаңағыдай компоттармен. Иә, компотмен. Күшті. Осылай. Басқа университеттерде жоқ шығар деп ойлаймын. Бәрі сынып, на счастье. Басқа университеттерде енді ондай қарастырылмаған деп ойлаймын. Біздің университет базасында осындай дигермен. Иә, көпшілік университетте студенческий комплекс деген өте редко ғой негізінде. Өте редко. Классно. Вот, айтпақшы, ректорлық гранттар сіздерде бар, соны естідім. Сол жайлы айтып берсеңіз. Хорошо. Жалпы енді көп абитуриенттер уайымдайды ғой. Мемлекеттік грантқа түсе алмай қалсам, не істеймін, оқу ақысы қымбат деген секілді. Бірақ біздің ALT университетінде ол жағдайда қарастырылған. Бізде ректорлық гранттары өте көп. Мысалы, олимпиада нәтижесінде, одан бөлек бізде меморандумдар бар. Мысалы, геонлайнмен біз 4 ректор грантын ойнататын боламыз. Одан кейін бізде география, математика комбинациясын таңдаған абитуриенттерге 30% жеңілдік қарастырылған. Яғни небәрі 3 жыл ғана бакалавриатта оқисыздар, одан бөлек оқуға жеңілдік аласыздар деген секілді. Күшті. Әрбір география математика комбинациясын таңдаған, осы университетке түскен жаңағы студенттер 30% жеңілдік алады, сонда? Иә, оның арнайы бір шарттары бар, өте оңай. Яғни айтып кететін болсам, грант конкурсында 4 мамандықты осы ALT университетінен таңдау керек болады. Яғни сол кезде 30% жеңілдіктері гарантированы. 4 университетті қазір июнь айында біз толықтай тапсырып бітеміз. Иә. Шілде кезінде жазамыз қазір, 4-еуінде мысалы. Сол кезде 30% жеңілдікті түскен мамандығымызға аламыз, иә? Егер ақылыға түсіп жатсақ. Иә, ақыл оқу бөліміне. Одан бөлек енді ақыл оқу бөліміне түскеннен кейін көбісі негізінен вакантный гранттармен көп жағдайда гранттарға ауысып отырады. Яғни вакантный грант дегеніміз, яғни мемлекет тарапынан игерілмей қалған грант болуы мүмкін, не болмаса қосымша мемлекет тарапы тағы да бөледі. Одан бөлек, мысалы, кейбірлер отчисление болады, сабақ үлгеріміне байланысты деген секілді. Сол кезде вакантный грантқа ауысуларына болады. Менің өзім осы ALT университетіне ректор грантына білім аламын. Күшті. Что, получается, грантқа түспесек те, бір нәрсе қылып, амалдап, алла бұйырса бүйтіп грантқа да түсіп кетуге болады. Яғни университет өз қаражатынан сіздің оқу ақшаңызды төлеп беретін болады. Күшті. Тегін оқисыз. Иә, коллектив салады.
Ал олай болса, бүгінгі біздің рубрикамыз өз мәресіне жетті. Егер барлығы ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып отыр және біздің парақшамызға толықтай тіркел. Ал бізде әдеттегідей универ аралайық рубрикасының соңында обязательно конкурс болады. Топ 3 ең үздік, ең көп лайк жинаған комментарийға біз ILT университетінің мерчін өзіміздің геобокстың ішіне салып, сіздің қалаңызға жеткізетін боламыз. Олай болса, сәттілік. Первая всегда топовая. Осылай болады. И вот так улетел в закат, да? Big City Life қызық өмір ай мен де сен секілді кейде қателестім уайымдамы по-любому үйренесің көпшіліктің түсінбейсің әңгіме